Тіршілікте Алла тағаланың ең алғаш жаратқан нәрсесі қалам. Жаратушы оған жаз деп айтты. Қалам нені жазайын деп сұрады. Сонда жаратушы оған тағдырды жаз, өмірдің соңына дейін болғанды және болатынды жаз деп бұйырды деседі. Ойымды білдірсем деп қолыма қалам алдым деген Абай атамызда ой толғанысы мен өсиет өнегесін қағаз бен қалам арқылы бүгінде бізге жеткізді. Мен де аппақ арманым мен болашақ мақсаттарымды қалам арқылы қойын дәптеріме түсіруді әдетке айналдырып келемін. Ал сіз қазіргі қолданылып жүрген қаламдардың шығу тарихын білесіз бе? Біздің заманымызға дейінгі 800 жылдары қаздың қауырсыны қаламсаптың рөлін атқарса, біздің заманымыздың 300 жылы римдіктер жазуға балауызды қолданған. Бертін келе 1884 жылы французды ғалым сия құюға болатын қалам ойлап шығарды. Осы тақырып мені қызықтырып, қаламның тарихы мен етене танысуға итермеледі. Және мен де өз қолыммен қалам жасап көремін деп шештім. Сіздермен бірге 4-ші сынып оқушысы Бақыт Айолым. Бүгін біз жеңіл ермексаздан қалам жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі осындай кішігірім оқтау, артық жерлерін алып тастауға арналған кескіш құрал, осындай жеңіл пластилиндер және де сия керек болады. Енді біз қаламымызды жасайық. Мен өзіме ұнаған түсті таңдап алдым. Енді қазір пластилиніміз кебу үшін жазып қойдым. Енді алдымен осылай оқтаумен бетін тегістеп шығамыз. Мінекей артық жерлерін кесіп алдық. Енді бізге осындай қалам сиясы керек болады. Осыны дәп шығатын боламыз. Осыны қойып алайық. Міне қаламым дайын болды. Қазіргі кезде қаламдардың түрлері өте көп және бағалары да қолжетімді. Маған осылай қолдан жасаған қызықты болды және мен мақсатыма жеттім деп ойлаймын.